Сәлем достар, бүгін обработканың 3 этапын көрсетемін. Яғни біздің формамыз скульптор гипсінен жасалған болса 7 күн кепті, ал Г16 болса 3 күн кепті. Бірінші, бұл бізде шлифовка деп аталады. Формамыздың астыңғы бөлігін түзейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай наждақтар қажет. Бірінші бізде 220, одан кейін 100 номер, одан кейін бізде 180 және 150 номер. Және бұдан да қатты түрі, ол бізде 80 және 36 номерлі наждагымыз. Бұлар уже өте жесткий болып келеді. Бұл 6 наждактың да магазинін беремін. Бұны Валберстен алған болатынмын. Біздерге ең қажеттісі, бірақ ең төмендегісі. Бізде 100 және 220 наждақты қолданатын боламыз. Формамыздың астыңғы бөлігін түзеу үшін қолданамыз және үшкір қырларын кетіру үшін осыны қолданатын боламыз. Видеода көрсетілгендей формаларымызды осылай түзейтін боламыз. 2 наждақтың көмегімен қалған наждақтарды өздеріңіз қолданып көрсеңіздер болады. Негізі керекті бізге осы 2 наждақ. Және осындай қалың жаңағы наждақтаған формамыздағы шаң түсірту үшін осындай бір кист алып қойыңыздар. Менде өзімнің қолданатын косметикамнан бір кистімді алған болатынмын. Көбіне қолданбай жүрген осы кистімен тазалаймын. 100 номерлі наждақпен біз түзейтін болсақ, 220 номерлі наждақпен қырларын кетіретін боламыз. Ал бізде екінші этап грунтовка. Грунтовканы қазір мен бұл видеода көрсете алмаймын. Себебі қыс мезгілінде грунтовкалар қатып қалып жатыр. Мен оған шейін алып қоймадым, себебі мен көбіне Г16 қолданатындықтан ол жерде мен грунтовканы көп қолдана бермеймін. Егер скульптор гипсінен жасалған ыдыс болса, міндетті түрде грунтовка қолданыңыздар. Себебі лактағанда өте пайдасы көп. Грунтовка бізге формаға лакты жақсы жағылуына көмектеседі және лактың аз кетуіне көмектеседі. Грунтовкадан кейін формаларыңыз гладкий болып тұрады. Мен сіздерге бір ғана грунтовканы кеңес беремін. Ол біздің Тиккурелло компаниясының грунтовкасы. Мына жерде сіздерге фотосын қалдырып кеттім. Бұл грунтовканың мысалға 100 миллиграмм грунтовка құятын болсаңыздар, 300 миллиграмм су құясыздар. Өзінің сыртында жазылып тұр, сол жерден қарасаңыздар болады. Келесі бір видеомда сіздерге қалай қолдану керектігін барлығын көрсетемін, бірақ ешқандай қиындығы жоқ. Мен айтқандай, оған да бір синтетический кист алып аласыздар бөлек. Сол кистімен жағып аламыз. Кәдімгі лак жаққандай бір рет. Сосын оны бір күн қалдырамыз. Бір күн ол бізде кебеді. Лакты жақпаймыз бірден. Одан кейін бізде үшінші этап, бұл бізде лакировка. Лакировкада біздерге синтетический кист қажет болады. Ол бізде мен сіздерге кеңес беретін кистім. Бұл 100 фантазияның синтетический кистісі. Бұл номерлері өте көп. Негізі бізге 22-ні кеңес береді. Мен өзім 22-ні ала алмадым, себебі оны көп алады. Сондықтан мен 24 номерді алған болатынмын. Сіздерден өзіңізге қарай, формаңызға қарай таңдайсыздар. Және бізде лак, сіздердің білгілеріңіз кеп жүрген алдынан бері бір лактағаннан жылтырататын лак. Бізде мынау Неомид Стоунның лак для камней деген акриловый полиглянцевый мокрый каменнің эффектін беретін осы лак. Бұл лакты біздің Қазақстанда көп жерде сатпайды, тек Алматыда сатылады дейді. Бұны біз Валберстен береміз. Қазіргі қыс уақытында бұл лакта қатып қалып жатыр дейді. Бұл болмаса итальянский лакты берем. Мен фотосын сіздерге қалдырдым. Осы итальянский лакты жақсаңыздар болады. Ол да осындай жылтыр глянцевый эффект береді. Мен осы 2 лакты кеңес етемін сіздерге. Бұл лактың сіздерге бір ерекшелігін айта кетейін. Ешқандай су қоспаймыз. Негізі көп лактар қою болғандықтан біз су қосамыз. Себебі олардың разводтар қалып қояды. Бұл жерде біз су қоспаймыз. Тек қана лагымызды шайқаймыз да формамызға жаға береміз. Формамызға синтетический кистімізбен жағамыз. Бірінші осындай форманың бағытына қарай әдемілеп жағып аламыз. Оны 20-30 минутқа қалдырамыз. Бір слойдың арасын 20-30 минутқа қалдырып отырасыздар. Жылтыраған эффект көргілеріңіз келсе, 5-6 слойға шейін жағуды кеңес беремін. Именно скульптор гипсіне. Ал Г16-ға 3 слойдың өзі жылтыратады. Сондықтан мен айтқан кеңесті мұқият тыңдаңыздар. Ең бірінші жоғарғы бөліктерін лактеп аламыз. Міндетті түрде кепкенін күтіп лактеңіздер. Одан кейін барып, дәл солай төменгі бөлігінде лактейтін боламыз. Мінекей байқап отырсыздар ғой, қандай жылтырап, әдемі шкатулка болып шықты. Осы лактың бір жақсы жағылады, сіңімді өте әдемі, развод қалдырмайды. Енді біз осы шкатулкамызды кепкенін күтеміз. Әрбір слойдың алдында біз кистімізді жылы суға жуамыз. Жылы суға жумайтын болсаңыздар, кистіларыңыз келесіде жарамай қалады, себебі лак оның басында қатып қалса, кистіларыңыз өз формасын ұстай алмай қалады.
Сондықтан әрбір слой сайын бояр кезде бірінші бояп болдыңыз ба, бірден жылы суға феримен кистімізді жуып аламыз. Болғаннан кейін де міндетті түрде жуып қоясыздар. Лактарыңыздың қақпағын дұрыстап жауып қойыңыздар. Сіздерге мына жерде пример ретінде G16-тан жасалған шкатулканы бояймын. Ол жерде байқасаңыздар бірден глянцевый эффект береді. Ал бізде скульптор гипсінде бірнеше слойдан кейін ғана кәдімгідей жылтырап тұрады. Себебі бұл жерде бізде грунтовка жоқ. Негізі грунтовканың көмегі скульптор гипсінде өте керемет. Сондықтан егер сіздерде мүмкіндік болса, қатпаған грунтовка таба алатын болсаңыздар, мен айтқан грунтовканы алсаңыздар болады. Ол Каспий магазинде бар грунтовка, бірақ ол жерден де тоже қатып қалып жатқандықтан продажадан алып тастаған. Бірақ уже көктем кезінде, жаз кездерінде оны ала аласыздар. Дайын болған формаларымыздың астыңғы бөлігіне осындай силиконовый ножкаларды салатын боламыз. Бұл міндетті емес. Егер сіздер декор ретінде сатып жатсаңыздар, ваннада тұратын болса, астыңғы жағы осындай мебельдерді сызбау үшін, астыңғы жағында лактар көтеріліп кетпеу үшін осындай силиконовый ножканы қолдануға болады. Бұның да магазиндерін сіздерге қалдырам. Осыны жабыстыра қоясыздар, мен көрсеткендей. Мінекей сіздерге бар құпиямды аштым деп ойлаймын. Ең соңғы этап осы этап болатын бізде. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Сіздермен мен Аяулым Маразқызы. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.